Қайырлы таң қазақ елі, жаңа жылға дайындықтарыңыз қалай? Жақсы шығар. Жаңа жылы күн мен түн теңеледі. Бұл мейрам береке әкелетін ерекше күн. Наурыз қазақтың жаңа жылы. Наурызда ойындар ойналып, ұлттық тағамдар жасалады. Ендеше қандай ұлттық тағамдар мен ойындар ойналады? Бірге тыңдайық. Дұрыс айтасың, Раян. Наурызда ұлттық ойындарымыз ерекше дәріптеледі. Армысыздар, қазақ елі. Әуе толқынында Амина. Қазақтардың ойналатын қандай ойындары бар? Еске түсірейік. Асық, алтын бақан, қыз қуу, арқан тарту, ат шабу, көкпар сынды түрлі ойындар бар. Ал сіз қандай ойынды жақсы көресіз? Пікіріңізді жазып кетіңіз. Өте әдемі айттың, Амина. Енді мен ұлттық тағамдарды айтаймын. Қазақ тамақтары өте көп. Олардың бірі наурыз көже, құрт, қаймақ, қымыз, жұқанан, ірімшік, шұбат, ет, құрт көже, қаймақ, бауырсақ, шелпек. Ал сіз қандай тамақ дайындай аласыз? Пікірді айтып кетіңіз. Біздің қыздар наурыз жайында өте әдемі көп пайдалы ақпарат берді. Жалпы наурыз мейрамы тек қана ұлттық тағам, болмаса ойындар емес. Бұл айда бір-біріне ренжіген адамдар өкпесін кешіріп, татуласып, татулықта өмір сүре бастайды. Наурыз ол ақтың, жақсылықтың, татулықтың белгісі. Сондықтан да келе жатқан мейрамымыз құтты болсын, ақ мол болсын. Наурыз